Қараңыз. Өзі әр кезде сақтану болады. Әркімнің өзінің бойында бір семьяның өзінің бір құпиясы болады. Мемлекет түгілі. Сақтану үшін аулы жасайды. Есігіне құлық қояды. Көршімен тату болу міндет. Көрші қыстан рақсы еді. Пайғамбар саласынан қалған бұл өнеге. Көршілмен де тату тұру міндет. Татулықтың да бірақ әр нәрсенің өзінің бір мөлшері болады. Қандай да бір нәрсе мөлшерден шықса, абай айтпақшы боғы шығады. Доспыз. Біз орыспен де доспыз, Қытаймен доспыз, Америкамен доспыз, өзбекпен доспыз, қырғызбен доспыз, анамен доспыз, мынамен доспыз. Бәріне доспыз. Бірақ достық дегеніміз, дос болу дегеніміз бейқам болу емес. Дос болу дегеніміз өрсізімізді өртеу емес. Кез келген нәрсеге бір жалпы сақтық, өзін өзі сақтау, өз бағасын білу дейтін дүниенің қажеттігі алдымыздан шығады да тұрады. Мысалы, жасырын емес. Қытай бүгінгі білім беру саласында өзінің бүгінгі ұрпақты, мектеп жасындағы балаларды, одан үлкендерді қалай оқытып жатыр, қалай оқытты. Балқаш көліне дейінгі территорияның барлығы ұлы Жүнгеннің, ұлы Қытайдың мемлекеттің жері деп түсіндіріп жатыр. Ендігі жерде сіз Қытайдың мойнынан алып тастай алмайсыз. Уақытша Қазақстан Республикасында жатқан біздің ата-қонысымыз деп біледі олар Талдықорғанның жерін. Албан Суан Найманның қонысын қазақтың шежіре тілімен айтқанда, бүгінде біздің ата-қонысымыз деп түсіндіріп жатыр. Осыдан кейін достықты аласыз ба сіз Қытайда, ағайын? Ол сенің жеріңе ата-бабаңнан қалған мұраға көз тігіп отырған. Ал жүріс, біз қорқамыз орыстан, ол жасырын емес. Ол мықты, ол бізден әлдеқайда күшті, әскери күшті де, басқа күшті де мықты. Қытай да бізден мықты. Ол жасырын емес. Бірақ сол орыстың Жириновскийдің аузымен, Солженициннің аузымен, тағы басқа делқұлдардың, еселаңдардың аузымен білесіз бе? Оралды, Қостанайды, Өскеменді, Петропавл, Павлодардың біраз жерлерін біздің ата-қонысымыз Ресейдің территориясы деп, керектісіңіз Алматыны, Верный бекінісі орыстың жері деп түсіндіріп, солай деп оқытып, санасына сіңіріп, орыстың шовинизміне салып, солай деп саналарға сіңіріп жатыр. Біз айтқан жоқпыз ғой, тоқтамыс кезінде Мәскеуді басып алған, Мәскеу біздің жеріміз деп жатқан қазақ жоқ. Біз білеміз, Орынбордың бір кезде қазақтың астанасы болғанда, қазақтың өлеңінде жүр, Орынбордың алдында тағалаған жорғадай дейтін Молдабайдың өлеңі бар. Біз бір қарсы территориялық претензия жасап жатырмыз оған. Жасап жатқан жоқпыз. Яғни бізге орыстың жанасы еді деу бекер, Қытайдың жанасы еді деп айту бекер. Өзбек ағайындар Қазақстанда өмір сүріп жатқан ешқандай жасырын емес. Біз ешқандай диаспора емеспіз. Біз ата-қонысымызда отырмыз. Сайрам Түркістан өзбектің ата-қонысы дейді. Солай дегеннің талай куәсі болдық. Ағайын, қазақ түшпейінің екеуі Өзбекстанның территориясында жатыр. Әйтеке Тамдыда жатыр, Нұратада. Бүгінде қазір Өзбекстанның территориясында. Төле би Ташкентте жатыр. Ол Өзбекстанның астанасы, ағайын. Не дейміз? Не болдық? Ағайын, етек-жеңімізді қымтамасақ біз не боламыз? Елдің бәрі қазақтың кең даласынан дәмесі бар. Сен мықты болмасаң, сен рухани тұғырың мықты болмаса, сен тілің дінің тұтас болмаса, сен бір-біріңді сүймесең, бір-біріңді тас түйін бірлігің болмаса, тас жұдырық қойып бірігіп отырмасаң, осы оң тазының ортасына түскен қоян сияқты жұлынып тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетуіміз кәдік біздің. Сондықтан да бізге тұтастық ауадай қажет. Қазақтың бірлігі қажет. Сопы болып, зікірші болып, анау болып, мынау болып, бөлініп, үйтіп-бүйтіп біріміздің артымыз бір шығып жатқан кезде қазақты қазір туталақайын шығарып, қанталапайға салайын деп отырғанын біз біліп отырмыз ба? Өкінішке орай біліп отырған жоқпыз. Көп қазақтың өкінішке орай қашанда жаулаушының қолындағы құрал солай болған. Кенесары неге жеңілді? Кенесары неге жеңілді, ағайын? Наурызбайдың албырттығы, Қоңырқұлжаның сатқындығы, Сыпатайдың салғырттығы себеп болды. Біріккен жоқ. Сосын аяқ аспаннан келді. Ахмет неге атылды? Сәкен неге атылды? Өйткені жапонның шпион дегенде ешкім оған ара түскен жоқ. Сол кезде Сәкенге, Жүсіпбекке, Ілиясқа, Мағжанға жала жауып жатқан кезде шоқ-шоқ деп сырттан ағайын қандасы қарап отырды. Кетсе кетіп қалсыншы, жүрсе өтіп кетсінші деп.
Ғабит сияқты асылдарға өте кенде болдық. Бейімбет жау болса, мен де жаумын дейтін адам өте аз шықты. Қазір қараңыз интернетте. 37 жыл болса, бір-бірімізді атып жіберуге дайырмыз. Бір-бірімізді етімізді тірідей жеуге дайын болып отырмыз. Сол интернеттегі жаланы жауып жатыр. Соның астына реплика қараңыз, бірін-бірі қазақ қорғамай отыр. Аяғы не болады? Аяғы қазақтың құруына алып келуі мүмкін, ағайын. Біз ойлануымыз керек, бізге тұтастық керек. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос. Абай айтқан, бәрі бос. Тәуелсіздік деген сөзіңнің, Астана деген сөзіңнің, қазақтың даласы, Атырау, Сарыарқа, Жетісу, Жиделібайсын деген сөзіңнің бәрі бос болып қалады егер қазақ бірін-бірі дос тұтпаса, бірін-бірі бауыр тұтпаса. Жарайды, оны бөліп жатыр шала қазақ, қара қазақ. Шала болсын ол қазақ. Ол қара болсын қазақ, кедей болсын қазақ, бай болсын қазақ. Бір-бірінде кеудеге теуіп тербесіне қазақша білмейсің, сен оңбаған, сен елді сатып жүрсің десе, ол біраздан соң оның да беті қайтып қалады. Сен оңбаған намаз оқымайсың деп, оған тиісуге болмайды. Оқиды, иншалла, Алладан оны иманды нәсіп етуші Алла. Кешір оны. Тауфиқ сұра Құдайдан оған. Бір қазақтың баласы екенін түсінуің керек. Түсінуіміз керек. Мен түсінуім керек, сен түсіну керек, ол түсіну керек. Әйтпесе елдіктен біз айырылып бара жатырмыз. Қазір қазақ қоғамы құрдымға қарай бет алды. Осыны әркім түсінбейінше, жүрегін түбіне түсірмейінше ел болмаймыз.